саламатсыздар, құрметті әріптестер. Енді бүгінгі күні Конституциялық комиссияның жұмысының нәтижелерін көріп танысып жатырмыз. Жаңа Азаттық өз жақсы айтып кетті ғой, енді бүгінгі күні шынымен елімізде осындай үлкен өзгерістер болып отырған кезде бұрынғы кеңестік заманның үлкен ықпалына жазылған ба, сол кездегі бір нелер жазылған ба, сол конституциядан кетіп жаңа заманауи бүгінгі күнгі жасанды интеллект бар, бағанадай цифровизация дейміз, соған байланысты бүгінгі күні мемлекет басшысында өзінің саясаты солай ғой енді. Сондықтан соны менің ойымша қолдау керек деп ойлаймыз. Біз енді әлде де танысып жатырмыз, мына жұмыс тобы жұмыс жасап жатыр. Жұмыс тобының өздеріңіз көріп жатсыздар, 130-дай мүшелері бар. Мүшелері жай ғана мүшелер емес, бүгінгі Қазақстандағы үлкен заңгерлер, тәжірибелі саясаткерлер, депутаттар бар. Біздің әрбір партияның өзінің басшылары бар. Соның ішінде біздің партияға бір жақсы жаңалықтың өзі біздің лидерлеріміз Азат Тұрлыбекұлы Перуашев пен Дания Еспаева бар ішінде. Сондықтан бұл конституциялық өзгерістерге осы кісілер арқылы өзіміздің партиямыздың ұстанымын көрсете аламыз. Ол ұстанымның көп нәрселері ол проекттің ішінде бар деп көріп отырмыз. Сондықтан қолдау керек деп ойлаймын.